Әдетте біз өзімізде өзгерту қажет нәрсені басқалардың бойында көреміз. Өйткені мұсылманның айнасы. Ол адам өзіңізді өзіңізге көрсетіп берді. Айнадағы бейнеңізді өзгертіре алмайсыз. Бұл жағдайда мен әркім өзіне терең үңіліп қарауды ұсынамын. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менде дәл осындай мінез, не әрекет бар ма? Сонда сіздің айналаңыздағылардың бойындағы сізге ұнамсыз әрекеттері, мінездері тура сізде де бар екенін білесіз. Адамдар біздің жақсы, жаман әрекеттерімізді көрсетеді, не жасасақ олар да соны жасайды. Аллах айтады: жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе. Нені өзгерткіңіз келетінін аңғаруды ұсынамын. Сіз өзіңізді танығыңыз келсе достарыңызға, көп араласатын адамдарыңызға қараңыз. Олар қандай? Мінездеме беріңіз. Ол мінездер сізде де бар. Айналаңыздағы кімнің мінезі сізге ұнамайды? Өзіңізге үңіліңіз. Сол мінез тура сізде де бар екенін аңғарасыз. Әрекеті ұнамады ма? Сол әрекетті өзіңізде жасағансыз, үңіліп көріңіз. Өзіңізді өзгертіңіз. Сізді алдап кетті ме? Тұра солай сізде біреуді алдағансыз. Бұл менің айнам, мен тұра осылай қашан, кімді алдадым деп сұрақ қойыңыз. Жауапты күтіңіз. Тәубе етіңіз.